Тіс ауруы аяқ астынан басталып, әп-сәтте әбіршітіп қоятыны бар. Тіс ауырғанда жедел жәрдем шақыра алмайсың, жүгіріп тіс дәрігеріне де бара алмайсың. Өйткені тәулік бойы жұмыс істейтін стоматологияның өзі саусақпен санарлықтай. Сондықтан да тіс ауырған кезде әрбіріңіздің үйінен табылатын мына ғажайып заттарды дәрі ретінде қолдансаңыз болады. Сонымен үй жағдайында қалай емдеу керектігіне назар салыңыз. Бір стақан жылы суға бір шай қасық ас тұзы мен 7 тамшы йод қосасыз. Тұз ерігенше жақсылап араластырыңыз. Дайын болған емдік сумен ауыз қуысын шаясыз. Бір шайғаннан ақ тісіңіз ауырғаны басылады. Емді күніне 3 рет қайталайсыз. Су мен сода. Бір стақан қайнатылған жылы суға жарты шай қасық ас содасын араластырып аузыңызды шайыңыз. Бұл тістің ауырғанын басады. Қызыл иектің қабынуын емдейді. Әрі ауыздағы жағымсыз иістің жойылуына септігін тигізеді. Қызылша шырыны. Бір дана таза піскен қызылшаны шырынсыққыштан өткізіңіз. Дайын болған шырынның бір жұтымын ұрттап, аузыңызда бірнеше минут ұстап тұрасыз. Бұл да тіс ауруына ем болады. Ал егер қызыл иек қанап жүрсе, онда қызылшаны жіңішке етіп турап, қызыл иегіңізге қоясыз. Құрметті көрермендер, кәдеңізге жарағанына қуаныштымын. Менің арнама жазылып, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Және де жанында тұрған қоңыраушаны бассаңыздар, менің жаңа шыққан керекті ақпараттарымды жіберіп алмай көресіз. Сау, аман болыңыздар.